Қайырлы күн, құрметті Ескелді ауданының тұрғындары. Бүгін бізде қысқа сұхбат Ескелді аудандық орталық ауруханасының дәрігер-кардиологы және Жетісу облысы бойынша липидология координаторы Кенжебек Ақсұңқар. Атеросклероз дегеніміз не? Атеросклероз дегеніміз қан тамырлары қабырғасында холестерин және май тәрізді заттардың жинақталуымен жүретін қан тамырларының созылмалы қабынуы ауруы. Атеросклероз неліктен қауіпті? Атеросклероз ауыр астмаға алып келеді, соның ішінде инфаркт, инсульт және тағы басқа аурулардың негізгі себепшісі болып табылады. Атеросклероз диагностикасына тоқталатын болсақ, лабораториялық және инструменталдық әдістерді қолданамыз. Лабораториялық диагностикасына қанның биохимиялық анализі, яғни төмен тығыздықты липопротеидтер, жоғарғы тығыздықты липопротеидтер, холестерин және триглицеридтер деңгейін анықтау жатады. Егер осы көрсеткіштердің бірнешеуі жоғарылаған болса, біз оны дислипидемия деп атаймыз. Бұл аурудың алдын алу үшін артық салмақтан арылу, дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден арылу және қан қысымын тұрақтандыру және физикалық белсенділікті арттыру болып табылады.